Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен Дамир. Және біз бүгін программист деген кім, ол нақты қандай қызмет атқарады, осы жайлы талқылайтын боламыз. Мысалға, мұғалім сабақ береді, құрылысшы үй немесе ғимараттар салады, аспаз ас әзірлейді. Ал программист нақты қандай қызмет атқарады? Көп адамдар біздерді компьютерге антивирус, Windows орнатады, компьютерді жөндейді, болмаса құрастырады деп ойлайды. Ал шын мәнісінде біздер бұл аталғандардың біреуін де істемейміз. Программист сізбен біз қолданып жүрген программаларды жасайды. Ол қандай программалар? Әртүрлі. Әлеуметтік желілерден бастап ойындарға дейін, медицина саласынан бастап өндіріске дейін жасайды. Және сол программаларды әртүрлі құрылғыларға, яғни девайстарға арнап жазады. Смартфондарға, компьютерлерге, смарт сағаттарға, роботтарға, тіпті теледидарларға және тағы басқа. Достар, программистің жұмысы өте құнды әрі маңызды. Мысалға, барлығымыз қолданып жүрген бірнеше мың теңге тұратын смартфондардың ішінде бағдарламасы жоқ болса, онда ол ешкімге қажеті жоқ бір қоқысқа айналар еді. Әрине, егер тек қана айна ретінде қолданбасаңыз енді. Программист программаларды ненің көмегімен жазады? Программалау тілдерінің көмегімен. Ондай тілдер көп. Қазіргі кезде ең танымалдары Python, C#, Java, JavaScript және тағы басқа. Сонымен қорыта айтатын болсақ, программист программалау тілдерінің көмегімен әртүрлі құрылғыларға арнап программа жазады. Ал сіз осы уақытқа дейін программист жайлы не ойлағаныңызды комментарийге жазып қалдырыңыз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, осы каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.